Бауыр ас қорыту жүйесіндегі ең маңызды орган. Бауыр қалай ауырады? Әдетте бауырдың зақымданып жатқанын биохимиялық анализден немесе бауырды өзеге түсіру арқылы кездейсоқ анықтаймыз. Көп жағдайда бастапқы сатыларда бауыр ауырмайды. Себебі бауырда ауырсыну тудыратын нерв жасушалары жоқ. Сол себепті бауырдың зақымдануы бауыр қанша қабынып ауырып жатса да біз оны сезбейміз. Сонда бауыр қай кезде ауырады? Бауырдың сыртын өте тығыз қабықша қаптайды. Оны глиссин капсуласы деп айтамыз. Бауырдың тіні қабынып ісінген кезде сыртындағы глиссин капсуласын созып керген кезде ғана оң жақ қабырға астында сыздаған, тұйық, керген тәрізді ауырсыну пайда болады. Мысалы, ешқандай шағымы жоқ адамда биохимиялық анализден бауырдың ALT ферменттері жоғары болып тұрса, бұл бауыр клеткаларының зақымдануын көрсетеді. ALT деген ферменттер бауырдағы зат алмасу процестерін жүргізетін бауыр жасушаларының ішінде болатын ферменттер. Егер бауырлық жасуша зақымданса, өлсе, аталған ферменттер қанда көбейеді. Бұл цитолиз немесе гиперферментемия деп аталады. Егер бұл ферменттер қалыпты жағдайдан 10 есеге және одан да жоғары болып кетсе, онда бұл жедел вирустық гепатиттерге тән. Ал 5 есеге дейін жоғарылау болса, онда ол бауырдағы созылмалы өзгерістерді, созылмалы ауруларды көрсетеді. Егер сіздің анализдеріңіз осылай өзгеріп тұрса, онда екінші рет анализ тапсырып көру керек. Себебі сол анализ тапсырар күннің алдында мол тамақ ішіп барсаңыз, алкоголь қабылдасаңыз, немесе дәрі-дәрмектер, баттар қабылдап жүрсеңіз де, бұл бауырдағы анализдердің өзгерістеріне әкеледі. Сол себепті екінші рет тағы бір ай өткеннен кейін осы әдеттердің барлығын тоқтатып, тапсырып көрген жөн. Ал егер бір ай уақыт өткеннен кейін де тапсырып көргенде осындай өзгерістер болып тұрса, анализдер жоғары болып тұрса, онда бауыр ауруының себептерін іздеп көреміз. Бірінші, алкоголь қабылдайсыз ба және қанша мөлшерде? Мұны айтуға тура келеді, себебі алкоголь бауыр жасушалары зақымдайтын ең жиі себеп. Осы алкогольдің әсерінен алкогольді майлы бауыр аурулары және соңында цирроз, ракке алып келуі мүмкін. Екінші себеп бауырдың дәрі-дәрмектік зақымдануы. Қандай препараттар қабылдап жүрсіз? Баттар, спорттық тағамдар, шөптер, тіпті күнделікті жиі қолданатын парацетамолыңызды бауырға өте токсичны әсер етеді. Және статиндер. Бұл статиндерді көбіне гипертониямен ауыратын науқастар қабылдайды. Бұл дәрілердің барлығы бауырға зиянды әсер етеді. Одан кейін бауырды тазарту мақсатында әртүрлі шөптер мен баттар ішіп жүрсеңіз де, бұл бауырға зиян келтіруі мүмкін. Себебі бұл керісінше бауырдың жұмысына артық салмақ түсіреді. Үшінші, бауырдың вирустық гепатитпен зақымдануын жоққа шығару үшін міндетті түрде вирустық гепатит маркерлеріне қан тапсыру қажет. Егер оң нәтиже болса, емімен инфекционист маманы айналысады. Бауыр зақымдануының, бауыр ауруының төртінші себебі ол бауырдың майлануы. Бауырды май басу немесе стеатоз деп айтады. Кейде майлы гепатоз деп те айтады. Бұл әдетте УЗИ арқылы анықталады. Қазір өте жиі кездесетін ауру. Бұл бойынша келесі видеода толық айтылады. Одан кейін бесінші себеп бауырдың сирек кездесетін аурулары. Аутоиммунды гепатит, біріншілік biliарлы холангит, гемохроматоз, Вилсон-Коновалов ауруы. Егер де осы аталған себептердің барлығы бауырға әсер етуін жалғастыра берсе, бауырдың тіні, яғни клеткалары ең алдымен қайтымды өзгеріске ұшырайды, яғни бұны қайттан емдеп алуға, қалпына келтіруге болады. Ол фиброз. Ал әрі қарай да ушығып, ешқандай өзгеріс болмай бауыр зақымдана беретін болса, онда фиброз асқынған түрде циррозға айналады. Цирроз кезінде бауыр тіні қайтымсыз зақымданады, бауырдың құрылымдары өзгереді, қызметтері бұзылады, портальды гипертензия мен
бауыр жетіспеушілігі дамиды. Бауырдың функциясын анықтау үшін толық анализдер тапсыру керек. Жалпы қан анализі, биохимиялық анализ, оның ішінде билирубиннің фракцияларын, сонымен қатар сілтілі фосфатаза, коагулограмманы анықтау қажет. Бұл анализдермен қоса бауырды УЗИ-ге түсіру арқылы және бауырдың зақымдануы, бауырдағы фиброз, циррозның дәрежесін анықтау мақсатында фиброскан аппаратын қолдану арқылы диагностикалауға болады.